Бүгін біз білім берудегі трансформациялаудағы цифрлық құралдардың шешуші рөлін, оның ішіндегі технология мен жетілдірілген оқыту әдістерінің маңыздылығын қарастыратын боламыз. Жалпы цифрлық құралдар қазіргі кезде дәстүрлі оқыту әдістеріне жаңа серпін беріп келеді және сабақтың тиімділігін арттырады. Цифрлық құралдар сабақты интерактивті, тартымды және тиімді етеді. Көріп тұрғаныңыздай, сабақты жандандырудың нақты құралдарына біз мынандай платформаларды жатқыза аламыз. Ол Open Alsora, Canva, HTML, Quizzes, Kahoot, Grammarly және де ChatGPT. Қазіргі кезде көбіне бізде ChatGPT-ді қолданып келеміз. Бұл цифрлық құралдар сабақты интерактивті, тартымды және тиімді етеді. Өзімнің сабағымда мен көбіне жаңағы HTML ойындарын қолданып келемін. HTML ойындары ол оқушылардың қызығушылығын арттырады, оқу үрдісін дербестендіреді, оқу материалдарын визуализациялайды және интерактивтік деңгейін жоғарылатады. Жалпы цифрлық құралдар сабақты белсенді оқыту нәтижесінде айтарлықтай оң әсер етеді. Яғни ол оқушылардың, мұғалімдердің жұмысын тиімді етіп арттырады. Мен өзім сабақ уақытында эксперимент жасаған болатынмын. Яғни мен өзім 4-ші сыныптың сынып жетекшісі боламын. Ең бірінші мысалға көріп тұрғаныңыздай, дәстүрлі оқыту көппен бейнеленген, яғни мен дәстүрлі оқытуды ешқандай цифрлық құралдарды пайдаланбай өткізген болатынмын. Және де бір аптада, екінші аптада цифрлық құралдарды қолданып өткізген болатынмын. Осыған байланысты, яғни балалардың оқыту деңгейін көтерілгенін көруге болады. Яғни басында дәстүрлі оқытумен оқытқан кезде оқушылар 40% болды, және де жасанды интеллекті қолданған кезде балалардың оқу деңгейі 90%-ға көтерілді. Яғни айтарлықтай 30%-ға көтерілгенін байқауға болады. Яғни осы фотода көргеніңіздей, бұл жерде жасанды интеллект құралдары кеңінен қолданылған. Яғни бұл жерде әртүрлі сабақтарда қолдануға болады. Математика болсын, жаратылыстану болсын, қазақ тілі болсын. Бұл жерде айқын көруге болады. Және де осы жерде мен HTML ойынын сіздерге көрсеткім келеді. HTML ойыны бұл, яғни ешқандай бірінші интернетпен жасалады, содан кейін интернетсіз қолдануға болады. Яғни ол, мысалы, ауыл аймақты жерлерде, кейбір жерлерде сеть ұстамағандықтан осы ойынды қолдануға болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Осы HTML ойыны, бұл жерде мысалы сұрақтар беріледі. Кез келген сұрақты неше түрлі сұрақ құрауға болады. Мысалы сұрақ жазылады және де оған 4 жауап қолдануға болады. 4 немесе одан да көп. Мысалы осы жерде дұрыс жауабы болса жасылмен бейнеленеді, ал егер мысалы дұрыс емес болса қызыл жауаппен көруге көрінеді. Балаларға өте қызықты және де сабақты деңгейін көтеруге болады. Жалпы алғанда біздің цифрлық құралдар ол біздің болашағымыз деп есептейміз. Яғни әріптесіміздің, оқушыларымыздың қызығушылығын арттырады, сабақ форматы жаңарды, оқушылардың белсенділігін күшейді және ортақ кәсіби қалыптасты. Жаңа идея ортақ ресурс, тәжірибе бөлісу даму кепілі болып табылады. Бір идея, бірнеше мүмкіндік. Шабыт таралған жерде нәтиже бар. Жаңа идеяны сақтау ол жеке жетістік, ал оны қорыту педагогика көшбасшылық болып табылады. Осы құралдарды сіздерге сабақ уақытында қолдануға ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.